Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі ол атауының өзінде көрсетілген, ол міндетті. Сондықтан бұл жүйеге қатысу әрбір қазақстандықтың міндеті. Бұл жерде мен қатыспаймын, мен медициналық қызметке жүгінген жоқпын, сондықтан төлемеймін деген жаңағы жауаптар болмайды. Міндетті түрде қатысуымыз керек. Бұл салаға жүйеге қатыспаған азаматтардың атында жаңағы қарыз, берешек пайда болады. Ол берешек пайда болған жерде ол азамат сақтандырылмаған болып саналады. Сақтандырылған санаттарға енбейді. Ал сақтандырылған санатқа енбегендіктен ол азаматтарға жүйелі түрде көрсетілетін жаңағы алдын ала көрсетілетін, жоспарлы көрсетілетін медициналық қызметтер қолжетімді болмайды. Мысалға алатын болсақ, біз жоспарлы түрде жаңағы өзіміздің учаскелік дәрігерге қаралуға мүмкіндігіміз бар. Ол бізге әрбір азамат үшін тегін, бұл сақтандыру жүйесіне қатыса ма, қатыспай ма, ешқандай несі жоқ, байланысы жоқ. Ал егер жоспарлы түрде сол өзіміздің учаскелік дәрігердің жолдауыменен қандай да болмасын маманға қаралу үшін бізге міндетті түрде сақтандырылу қажет. Сақтандырылған санатта ғана болған жағдайда ғана біз мамандардың қызметіне жүгіне аламыз. Егер де мысалға бір азаматтар болады, төлемдерін төлемеген, сақтандыру жүйесінде жоқ, қатыспаған сақтандыру жүйесіне. Ондай жағдайда жаңағы азамат келіп, соңғы 12 айдың төлемін төлеп, сақтандыру жүйесіне қатысуына мүмкіндіктер бар. Ол төлемдерді жаңағы екінші деңгейдегі банктер арқылы немесе Қазпоштаны бөлімшелері арқылы төлеп, және де мобильдік қосымшалар бар неше түрлі банктердің екінші деңгейдегі сол мобильдік қосымшалар арқылы төлеп, немесе жаңағы терминалдар арқылы Kiwi сияқты, Касса 24 деген сияқты жаңағы терминалдар арқылы төлемдерді төлеп, осы сақтандыру жүйесіне енуге мүмкіндіктер бар. Бірақ міндетті түрде оны өзіне өз төлеуші ретінде жаңағы жарналарды төлеу керек, әрбір айдың бөлек-бөлек көрсетіп төлеу керек. Мысалға алатын болсақ, мүлдем төленбеген жағдай болғанда азамат өзінің атына, өзінің жеке сандық нөмірін көрсетіп, жаңағы 2125 теңге қаңтар айына, 2125 теңге ақпан айына деп, әр айды бөлек-бөлек төлем жасап қою керек. Сонда ғана ол осы сақтандыру жүйесіне енеді. Төлемдердің жалпы келіп шотқа түсу уақыты кемінде 3 күн мерзімде болады. Сондықтан сақтандыру жүйесінде ол азаматтың жаңағы айқындалуы, көрсетілуі 3 күннен кем уақыт алмайтын болады. Сонымен қатар, жалпы бұл сақтандыру жүйесіне қатыспағандарға қандай жауапкершілік бар ма, жоқ па деген сұрақ туындайды. Ол сұраққа жауабы жеке тұлғалар бізде ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Бар жауапкершілігі ол әрине азамат өзі қолжетімділіктен айырады, медициналық қызметке қолжетімділігінен айырады. Ал заңды тұлғаларға қатысты әрине ол жерде мемлекет тарапынан заңды түрде айыппұл қарастырылған, және де уақытылы төлемеген жағдайда сол айыппұлдар есептеліп, ол кісілерге қойылып отыратын болады. Жалпы азаматтардың жұмыс бабымен басқа қалаларға баратын кездері болады. Мұндай жағдайда мысалға алатын болсақ, бізде тіркеу бар, әрбір емханаға тіркеу жұмыстары бар. Сол жекеменшік медициналық клиникаларға тіркелу мүмкіндіктері де бар. Егер де жаңағы жұмыс орнынан ол азамат бірде-бір жекеменшік клиникада жаңағы ерікті сақтандыру арқылы тіркелген жағдайда болатын болса, ол басқа қалада дәл сол клиниканың басқа бөлімшелерінде қызметін алуға мүмкіндіктері бар. Ал егер де ондай жағдай емес, жалпы өз тұрақты жерінде тіркелген азаматтар басқа да бір жағдайлармен басқа қалада болған жағдайда, онда басқа дәрігерлерге, жаңағы нақты мамандарға жүгіну сақтандыру жүйесінде мүмкіндігі болмайды. Өйткені мамандардың қызметіне жүгіну үшін бізге өзіміздің тұрақты тіркелген жеріміздің учаскелік дәрігердің жолдамасы керек. Егер жолдама берілген жағдайда басқа қаладағы жаңағы медициналық мекемеге, онда әрине ол медициналық мекеменің қызметін алуға мүмкіндік бар. Және де мысалға айта кетейін, жолдама бар болып тұрып, жолдамаменен
басқа қаладағы медициналық мекемеге барып қызметін алу үшін ол жерде міндетті түрде жаңағы медициналық мекеменің сіздің тіркелген мекемеңізбенен келісімшарт болу шарт емес. Егер де ол сіздің қызметін алып жатқан таңдаған мекемеңіз қордың жаңағы қызмет көрсететін медициналық мекемелердің тізімінде бар болатын жағдайда, онда сіздің тіркелген медициналық мекеме ол мекемеменен жаңағы келісімшартқа отыру міндеттеледі. Сондықтан ол автоматтық түрде келісімшартқа отырады. Бұл бірақ ең басты жаңағы талап ол жолдама болу керек. Учаскелік дәрігердің жолдамасы болған жағдайда ғана бұл шаралар іске асады. Жалпы сақтандыру жүйесінде, медициналық сақтандыру жүйесінде, осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде қандай қызметтерді ала аламыз? Ол дегеніміз біздің жаңа атап өткендей жоспарлы түрде және де бізге өз еркімізбен, өз қалауымызбен барып тексеру өту, қандай да болмасын жаңағы ем-дом қабылдау деген сияқты сондай шараларды алуға мүмкіндіктер туындайды. Және де одан басқа да клиникалық диагностикалық қызметтер қолжетімді болады. Өйткені оның бәріміз білеміз, өте қымбат қызметтер. Өйткені олар жаңағы жабдықтардың бар болуын талап етеді, және ол жабдықтардың жұмыс жасап тұруын талап етеді. Сондықтан бұл қызмет қымбат қызметтердің қатарынан болғандықтан бұлар жоспарлы медициналық қызметтермен қатар жаңағы сақтандыру жүйесінде көрсетіледі. Ол жаңағы компьютерлік диагностика деген сияқты, ОЗИ сияқты, тағы да басқа осындай зерттеулер. Әрине, азаматтың өзіне ем алатын медициналық мекемені таңдауға құқығы бар. Бұл жерде жаңағы бастапқы талап, барлық қандай да болмасын қызметті алу үшін бастапқы талап жаңағы учаскелік дәрігердің жолдамасы, және де ол адамның, пациенттің ағзасының жаңағы көрсеткіштері, медициналық тілмен айтқан состояние здоровья дейді. Ол пациенттің ағзасының көрсеткіштеріне сай дәл көрсетілген жаңағы қалаған, таңдалған медициналық қызмет қажетті болып жатқан кезде ғана ол жаңағы сол медициналық қызметті көрсететін мекемелер арасынан таңдау жасауға мүмкіндіктер бар. Және де оның енді жаңағы әрбір медициналық мекеменің өзінің жаңағы кезектері болады, толыққандығы болады. Өйткені ол жерде ол қызметті керек ететін, қажет ететін азаматтар саны көп болуы мүмкін. Сондықтан әрине кейбір кездерде ол жерде кезек құрылып жатады, және де ол жерде күту керек болып қалады. Бірақ жалпы ем-дом алу үшін, мысалға тәулік бойы жұмыс жасайтын медициналық мекеменің қызметіне жүгіну үшін біз портал арқылы тіркеуден өтеміз де, сол тіркеуде өзіміз таңдаған медициналық мекемелерді көрсетеміз, қай медициналық мекемеге ем-дом алуға барғымыз келетін. Ол жерде егер де ол мекемеде бос орын болып жатқан жағдайда, ол міндетті түрде өзіне сол біздің берген жаңағы өтінішімізді қабыл алып, госпитализацияға, жаңағы ем-дом қабылдауға жатқызуға мүмкіндіктері бар, тәулік бойы жатқызуға. Жалпы медициналық қызметтер өзі екі пакетке бөлінген, бәріміз білеміз, тегін медициналық кепілдендірілген көмек және де осы сақтандыру жүйесінде көрсетілетін көмек. Бұл жерде жаңағы медициналық қызметтің қажеттілігіменен біз айтамыз ғой, экстренный деп, шұғыл медициналық көмек, ол бізде тегін медициналық көмек болады, және тегін жаңағы мемлекеттің кепілдендірілген көмегін тарапынан көрсетіледі. Ал егер де тағы да жоспарлы түрде болатын болса, бұл енді медициналық қызметтер жоспарлы немесе шұғыл деп бөлініп отқандықтан жаңағы жоспарлы медициналық қызметтің бәрі сақтандыру жүйесінде көрсетіледі. Ол азаматтардың қайда тұратынына қатысты емес. Мысалға, медициналық мекемеге сіз жүгіндіңіз, әрбір шалғай аудандарда, шалғай ауылдарда ауылдардың өздерінің жаңағы медициналық пункт болуы мүмкін. Ол медициналық пункт өз бетімен өзі дара, жеке тұлға емес. Олар міндетті түрде жаңағы аудандық ауруханаға қатысы бар. Сол аурухананың бір бөлімшесі болып есептеледі. Сондықтан қандай да болмасын шалғай ауылда тұрған азаматтар, олар аудандық аурухананың тіркеуінде тұрған азаматтар.
Және де ол кісілерге барлық медициналық қызмет сол аудандық аурухана тарапынан көрсетіледі. Жалпы сақтандыру жүйесінде шетелдік азаматтар енгізілмеген десек те, ол жерде барлығы емес. Мысалға алатын болсақ, біздің Қазақстанда бұрын соңды тұрақты тұратын шетелдік азаматтар бар. Дәл сол бізде тұрақты тұратын, оларда құжаты бар, вид на жительство дейді. Сол вид на жительство құжаты бар азаматтар әрине міндетті түрде медициналық қызметке қол жеткізе алады. Және де бізде мысалға айтатын, бізде тұрақты шетелдіктер менен уақытша шетелдіктер бар. Уақытша шетелдіктерде бізде бұл медициналық сақтандыру жүйесіне қатыспайды, өйткені олар тұрақты емес, біздің елдің тұрақты тұрғындары емес. Ал уақытшалардың ішінде мысалға біздің Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдерден келген шетелдік азаматтар, олар осы сақтандыру жүйесіндегі медициналық қызметті пайдалануға мүмкіндіктері бар. Олар да сақтандыру жүйесіне қатысып, олар да өз тарапынан тура біздің азаматтар сияқты, егер мысалға жұмысқа келген мигранттар дейміз ғой, еңбек мигранттары, олар міндетті түрде сақтандыру жүйесіне енеді, олар да жаңағы аударманы да төлейді, жарнаны да төлейді, және де басқа санаттар бойынша олар жаңағы төлемдерменен қатар өздерінің медициналық қызметке жүгінуге мүмкіндіктерін іске асырып атады. Оларды енді әрине біз жаңағы тек қана шетелдіктерді, сол уақытша келіп жатқан шетелдіктерді өзара сол Еуразиялық одаққа кіретін елден немесе басқа елден екенін соны ғана іріктейміз. Басқа елдің азаматтары мысалға, олар бізде сақтандыру жүйесіне қатыспайды. Одан басқа да қазіргі таңда өте сұранысқа ие болып жатқан медициналық қызметтер, ол жаңағы оңалту қызметтері және бұл жаңағы ковидке қатысты оңалту қызметтері, одан басқа да мысалға ота жасалып, өте күрделі ем-дом шаралардан кейінгі оңалту қызметтерін алып жатқан азаматтар бар. Және одан басқа да сұранысқа ие болып жатқан медициналық қызметтер, ол әрине диагностикалық, консультативтік диагностикалық қызметтер, ол жаңағы алдында айтқандай бізде жабдықтар арқылы инструменталдық зерттеулерден өту, МРТ, УЗИ сияқты тағы басқа сияқты. Және де өте қымбат зерттеу түрлері, өйткені зерттеудің неше түрлісі бар, және де ол жаңағы аурулардың, дерттердің түріне сай көрсетілетін болғандықтан. Және де жаңағы айтқандай мамандардың қызметіне өте жоғары сұраныс, ол мамандандырылған көмекке сұраныс көп болып жатыр. Жалпы сақтандыру жүйесіне қатысты, қор жұмысына қатысты, немесе медициналық қызметтің сапасына қатысты сұрақтар туындап жатқан жағдайда, қорда қысқа нөмір бар, 1406 деген, кол орталығына хабарласып, қысқа нөмірлі жаңа 1406 нөміріне телефон шалсаңыздар, бұл телефон, әрбір телефон шалып жатқан азамат үшін тегін телефонға шалғандарыңыз, және де ол қандай да болмасын жаңағы мобильдік телефон арқылы да телефон шалуға болады. Қандай да болмасын сұрақтарыңызды қойып, немесе шағымдарыңызды айтып қалдыруға мүмкіндіктер бар. Одан басқа бұл енді ең қолжетімді, ең жеңіл жолы. Одан басқа қордың сайты бар, fms.kz, немесе біздің мобильдік қосымша бар, қолдау 24/7 деген. Және де сақтандыру телеграм ботымыз бар, біздің сақтандыру деген. Сол сақтандыру бот арқылы телеграм канал дейді ғой, сол телеграм каналына да хабарласып, өздерінің сақтандырылған, сақтандырылмаған сияқты қай санатта жататынын, қандай да қарызы бар жоғын, және де қандай қызметке қол жеткізуге мүмкіндіктер бар екен, осы арналар арқылы білуге мүмкіндіктер бар.